Әнші Қайрат Нұртастың әйелі Жұлдыз Әбдікәрімова кімнен жүкті екенін қазір видео соңында көрсетемін. Толық қарап өтіңіздер. Жұлдыз Әбдікәрімова Қайрат Нұртасқа 2008 жылы тұрмысқа шыққан. Ол актриса әрі әнші, сондай-ақ әлеуметтік желіде белсенді тұлға. Оның қазіргі таңда 4 баласы бар. Қыздары Алау мен Сезім және ұлдары Нарол мен Қан. Әлеуметтік желіде барлығы Қайрат Нұртастың өзінен жүкті болған, әйелі, күйеуі деген сияқты айтып жатты, бірақ бұлардың ажырасып кеткені осы 1 жыл болған шығар. Ажырасып кетті, жаңа үй алды. Қайрат Нұртас тіпті енесі ешқандай қолдау көрсетпеді және Жұлдыздың ішіндегі балада Қайраттікі емес екені нақты дәлел және факт көрсетілген. Осы бір видеода жаңа адаммен, жаңа өмірмен, жаңа үй деп өзінің видеоларын жарнама жасады, жариялады. Үнемі қашан әлеуметтік желіні қарасаңда Қайрат Нұртастың ешқандай қолдау көрсетіп жатқаны көрінбейді. Енді не дегенмен 4 баланың анасы ғой деп бірде-бір рет болса да, бір жасанды болса да көрсеткен нәрсесін көрмедіңіздер. Негізі Қайрат Нұртастың тоқалы, жаңа тоқалы, ол Қызылорда облысы Қазалы ауданы бойынша жас қыз. Оны әзірге жасырын ұстап жүр. Тоқалы міндетті түрде бар Қайрат Нұртастың. Қазіргі таңда Қайрат Нұртас тоқалымен өмір сүруде. Әзірге ол тоқалын қаншалықты жас екенін көрсетпейді. Алдағы уақытта көрсетіп те қалатын шығар. 10 жылдан кейін еркіндікке шыққан Жұлдыздың өнері енді халық үшін өте ерсі болды. Түсінеміз, актриса екен, бірақ дегенмен 4 баланың анасы ғой, кішкене өзін шын ақыл етіп көрсетуіне болар еді ғой. Бірден 10 жылдан кейін шыға сала өте ыңғайсыз билермен, ашық образдағы кинолармен түсіп, елдің кәдімгідей ашуын туғызғаны рас. Бұндай дүниелерді 4 баласы бар әйелге жасауға тыйым саламын деп айта алмаймын, бірақ енді ыңғайсыз. Атасы бар, енесі бар. Сол үшін де Жұлдызды ұнатпай қалған болу керек. Осы үй арқылы алданып қалғанда ешқандай көмегі болмады. Ата-енесінің ешқандай қолдауы болмады, тіпті Қайраттың өзінен қолдау болмады. Мына видеосында үйінің жаңадан ремонттап жасалып жатқанын көрсеткен Жұлдыздың жақсы көремін айта алмаймын. Бірақ өзінің балалары үшін, өмір сүру үшін тырысып жүрген әйел ретінде танимын Жұлдызды. Атақты болу әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Десе де өзінің қыздарында өте ыңғайсызда видеоға түсіріп жүр. Ол жас қыздардың мені ұлап жатыр деген келеді, өте ашық образбен. Бүгін мен сіздерге бір секретімді ашайын деп отырмын. Анда-санда мне очень сильно хочется. Ну, енді мен де адаммын ғой. Түсінеді деп ойлаймын сіздерді. Ол Жұлдыздың жүктілік кезіндегі образы маған мүлдем ұнаған жоқ. Өте ашық-шашық көрініп тұр ішінен барлығы. Енді ыңғайсыз, өзінің қызына да осындай нәрселерді көрсетіп жүргендей сезіледі кейде, бірақ өйтіп біреудің несіне артық кеткім келмейді. Артық кеткім келмесе де енді мына образы өте ұят. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл 2024 жылы түсірілген видео екен. 2024 жылы осындай Жұлдызды қолдаған сияқты ол Қайрат жанынан табылып жүріпті. Бірақ одан кейінгі 2025-тен бастап Қайратты мүлдем Жұлдыздың қасынан көрінген видеолар жоқ екен. Әлеуметтік желіні қарап шықтым. Расымен де екеуі ажырасты. Оның тағы дәлелі мына бір гендер-патиде көрініп тұр. Әрбір жүкті әйелдің гендер-патидегі көрінісі өзінің күйеуінің қолдауы ғой. Бұл жерде Қайрат Нұртасты мүлдем көрмейсін. Тек 4 баласымен ғана атап өткен екен. Қайрат Нұртас неліктен келмеді? Дәл қазір Қайрат Нұртастың Жұлдызы жарқырап тұрған кезі емес, гастрольдік сапарға шығатындай да кез емес. Халық оны қазіргідей бұрынғыдай жақсы көрмейтінін білеміз. Өзінің егер баласы болса, неге 5-ші балада қуанып, бір тал болса да гүлін алып, өзінің әйеліне келмеді екен.
себебі ол бала өзінен емес екенін біліп тұр, или тоқалы жібермеді, или анасы жібермеді. Неге киндер-патиді жай ғана төртеу ғана атап өтті? Ең болмаса ата-енесі нағыз аталар емес, болашақ немерелер болатын болса неге келмеді екен? Осы бір сұрақты барлық адамдар қойып жатыр. Не үшін киндер-патиде әкесі жоқ, немесе не үшін ата-әжесі жоқ? Сол сияқты сіздер ойларыңызды жаза кетіңіздер. Не үшін бұлай болды екен? Шынымен де бұл бала Қайраттікі емес екені анық па? Көптеген видеоларды қарасаңыздар, Қайрат Нұртастың қыздары, ұлдары өз әкелеріне аса жақын емес. Мүмкін бөлек шыққанда да ұрыс-керіспен шықты ма екен, бұларды да менсінбеді ме екен, білмейміз ғой енді. Бірақ Қайрат Нұртастың қыздарын қарасаңыздар, бір әкеге деген жаны ашып, бір әкеге деген күшті жақсы көрушілікпен көрген байқамайсыз. Үнемі бір менсінбеушілік, жек көрушілік, мұңды деген сияқты. Осыдан кейін